бесте 130 есептің біріншісін шығарайық. 5 а-ның квадраты азайтылған 5 в-ның квадраты. Екеуінде де бар санды жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Яғни ортақ көбейткіш ол бізде 5 саны. Сонда а квадрат азайтылған в квадрат болады. Тең 5-тің өзін жазып қоямыз. А квадрат минус в квадратта қысқаша көбейту формуласы бойынша а минус в, а плюс в деп жазып аламыз. Келесі екіншісін шығарайық. 3m-ның квадраты азайтылған 3n-ның квадраты тең. Ортақ көбейткіш бізде 3 саны жақшаның сыртына шығарамыз. Сонда m-ның квадраты азайтылған n-ның квадраты тең. 3-тің өзін жаз қоямыз. Қысқаша көбейту формуласы бойынша ашатын болсақ, n плюс n болады екен. Келесі үшіншісін шығарайық. Так, а-ның үшінші дәрежесі азайтылған а. Ортақ көбейткіш бізде а санының өзі жақшаның сыртына шығарып жіберейік. Сонда а квадрат азайтылған 1 болады. Тең а-ның өзін жаз қоямыз да, а квадрат минус 1-ді қысқаша көбейту формуласы бойынша екі жақшаға жіктейміз. Сонда а минус 1, а плюс 1 болады екен. Келесі төртіншісі в-ның үшінші дәрежесі азайтылған в. В-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда в квадрат азайтылған 1 қалады екен. Тең в минус 1, в плюс 1 болады. Келесі бесіншісін шығарайық. 7x-тің екінші дәрежесі азайтылған 7y-тің екінші дәрежесі. 7 санын жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Сонда x квадрат азайтылған y квадрат. Тең 7-ні өзін жазып қоямыз. x минус y, x плюс y қалады екен. Келесі алтыншысын шығарайық. 4m-ның үшінші дәрежесі азайтылған 4m-ның екінші дәрежесі. Ортақ көбейткіш 4m болады бізде. Жақшаның сыртына шығардым. m-ның квадраты минус n-ның квадраты болады. Тең 4m-ның өзін жаз қоям. m минус n, m плюс n болады екен. Келесі жетіншісін шығарайық. 5x-тің квадраты азайтылған 20y-тің квадраты. Тең ортақ көбейткіш бізде 5 саны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде қалды x квадрат минус 4y квадрат. Тең 5-тің өзін жаз қоям. x минус 2y, екінші жақшамыз x плюс 2y кетен болады екен. Келесі 8-шісін шығарайық. а-ның үшінші дәрежесі в минус а в-ның үшінші дәрежесі тең. Ортақ көбейткіш а в болады. Жақшаның ішінде қалды а квадрат минус в квадрат. Тең а в-ның өзін жаз қоямыз. а минус в, а плюс в болады екен. Келесі 5-те 131 есептің біріншісін шығарайық. 2m а плюс в қосылған а плюс в тең. Екеуінен де біз а плюс в санын жақшаның сыртына шығарып жіберсек болады. Сонда а плюс в. Екінші жақшада бізде қалды 2m қосылған 1. Келесі екіншісін шығарайық. 2a x қосылған y қосыл x қосылған y тең. X қосылған y екеуінде де бар. Соның жақшаның сыртына шығарып жіберем.
жакшанын ичинде 2а косулган 1 калат. Себеби x косулган 2 жакшанын сыртына чыгып кетти.